Belge etken soň keng jaylap kullajyda belge etken soň çoluk kanşa aman bulamal kanşeyi Göskön kişken taydan bek zattım mene Oynaysın endaygım men getken soň çoluk kanşa aman bulamal kanşayı balam mine kezinde mınau biz osu önörde teride ileti koy şırağım. Armısızдар mağayın. Men geldim. Kabıldaňyzдар. Hafta bölçekleri alыңızдар. Hafta bölçek alыңızдар. Alo, Kelingizler. Alo. Kelingizler. Alo apa? Salamatсыз. Apa men qo'y Aygul. Жақсы жағдайымыз. Alo. Сәлем Айгүл. Сәлем. Alo. Бұл естімейді надо. Тағы да алып көріңізші. Жарайды, алмай қой, кейінірек алармын. Диназау қалың қалай? Сабағың қалай? Сабақтан шаршап кеттім, қыдырып жүрмін. Қыдырған несі? Папаң ұрсады ғой. Ұрсады да маған бәрібір. Мен ғашық болдым. Ойбай, масқара, Диназау. Ұят емес бәлі жап жазсың. Алғашқы махаббат бұл. Өзі сондай жақсы жігіт. Темек шекпейді, жаман сөз айтпайды. Басында бәрі солай. Өмірің әлі алда, өзің жап жазсың. Жігіт, мүгіт дегенше сабағыңды оқысаңшы, әлі талай саған жігіт кездеседі ғой. Өмір деген не? Өтеді де кетеді. Үйде жөндеу жұмысы жүріп жатыр. Жалпы негізі жөндеу деген осы бітпейтін нәрсе екен ғой. Негізі оны тоқтатсаң дұрыс қой деймін. Мынау мен өлең айтқан кезде апаң аузын ашып, көзін жұмып тыңдайтын. Hoş şirkin. Надежан. Apası sağındıra verdi deyim de ombrağa köbrek iyi kopaldınız. Мынау үйде ешкім болмағаннан кейін немеремді ермек қылып отырғаным ғой осы мен әңгімелесіп. Ана әлгі балалар үйде іштеріп сама жоқ әлде ана осы ауылдың орталығынан жаңалық іздеймін әйтеуір үйде тұрмайтын болды. Өздерің қалайсыңдар? Әй, қалай дейтіні бар ма әйтеуір. Мені қойшы әйтеуір өлшеулі пенсиямды алып жүрім. Ана түрекеңді айтсаңыз. 43 жыл стажы бар, ауырып, 3-ші группыны берді ғой алдыңғы жылы. 63-ке толмай жатырсын деп, 1800 теңгеме бір нәрсені береді. Я, қалай өмір сүр дейді, білмеймін. Тіптен 43 жыл стажы бар адамға кәдімгідей қылу керек еді ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалайкумассалам. Ой, амансың. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Амансың ба жарығым, жоғары шық. Төрлет балам. Төрлет жарығым. Мына ауылдың үстінен кетіп баратып едік, дауысыңызды домбыраға қосылып ән айтқан естіп қалып, әкенің көзін көрген ғой, амандаса кетейік деп. Танымадық қой өзін. Мынау Нарымбетов Жәлел деген кісінің баласымын ғой, шахтада істеп пенсияға шығып келіп еді ғой. Иә. Мынау Кел жарығым чай. осы ауылға келіп біреулер кино түсіріп жатыр деп еді, сол өздерің екенсіңдер ғой. Кино түсіру қайда, ақсақал қазір. Киноға қаржы болмай жатыр, бірақ соның түсіп қалама деп жер таңдап, ел таңдап көріп отырмыз. Енді мынау шырамытып отырым. Баяғыда мынау әлгі телевизорда сөйлеген балам екенсің ғой. Әлгі кино түсіргіш бала. Жәлелдің баласымын ғой, Нарымбетов Жәлелдің. Жастау күнімізде Сәкен Айманов марқұмды да көріп едік. Ой өзі бір мәрт кісі еді. Мынау ауылға кеп кино түсірген көзде сол ауылдағы бүкіл еркектердің бәрін жинап апарып, содан жаңағы атпен шабатын жерінің бәрінде сол біздің ауылдың еркектерінің бәрін шапқызып, артынан тойлатып, соны жаңағы киносында түсіретін. Ой, ол да бір дәурен десең. Осы мынау біздің осы Қыз жібек сияқты қазақы кино болмай кетті ғой. Анау соңғы кейін әлгі атаманның ақыры, мына әлгі тақиялы періште деген кинолар кезінде бір жақсы кино еді. Содан кейінгі кинолардың бәрі өзі түсініксіздеу болып кетті ғой. Біз қартайдық па, жоқ әлде мынау әлгі заман рухы ауысты ма? Бұған қалай қарайсыз? Ол өзі жағдай былай өзі, ақсақал.
Иә. Мынау созақ жақтағы жігіттер айтады, әзілдеп отыр. Ақысын берсең, боқсын шығарамыз дейді. Қаржы болса, Құдай қаласа деп бізде 10 шақты жігіт бар, сен тұр, мен атайын деген. Иә. Енді Қыз Жібектің деңгейіндегідей, атаманның ақырындағыдай деңгейде түсіру ол қиын енді. Ол Шәкен атамыз ол дара кісі еді ғой, дара тұлға, үлкен талант. Бірақ мына жігіттердің де өздерінің ізденіштері мол, тапқан табыстары бар, сол іздеп жүріп. Шетелден сол бәйге шауып аттарыменен біраз приз дейміз, біраз әлгі сияпатын алып марапатталып келіп жатыр. Сияпат демекші өзіңді жаңағы жүлдегер атанып деп жатыр. Жүлде алыпсыңдар ғой, өзіңді жаңағы. Беріп жатыр ғой. Мынау енді әлгі қазақта бір сөз бар ғой. Киіз үйді бір жығып, бір тіксең, бір мынау әлгі ешкінің зияны кетеді дей ме? Сол секілді осы мынау баяғыда біздің осы Шәкен Айманов атындағы қазақ фильм болды. Одан кейін барып алдыра жағы Шәкен Айманов атындағы фабрика кино болды ма? Одан кейін апарып қайтаран жағы мынау енді Шәкен Айманов атындағы ұлттық жағы компания болды деді. Ал енді осы жаңа құрылым не беріп жатыр сендерге? Жаңа құрылым бүткіл дүниежүзіне нарықтық экономика көшті ғой. Сол ырғаққа ілессек дегенмен ғой. Сондай ниетпен құрылып атқан бұл компания. Осыдан кейін ұлттық компания болатын болса, өкімет бізге оң қабақпен қарайды деген сөз. Бұл бізге қуаныш әкеліп отыр. Аға, Алпамыс Батыр туралы кино бола ма? Алпамыс Батыр, Қобыланды Батыр, біздің батырларымыздың барлығы туралы кино түсіру керек. Аға, менен актер шыға ма? Әлі, мінекі, ал енді айтып көріп. Актерлардың бәрі де сендей бала болған. Егер сен шындап таланттанатын болсаң, қалайда актер шығады? Аға, онда неғ мені киноға апармайсыз? Апарам, өскен соң Құдай апарам. қаласа қаржы түссе, өндіріске жіберілсе, өзің қорықпайтын болсаң, талабың мықты болса, шақырамыз қашан. Әнек, ағаң сөзінде тұрады, шақырады киноға. Қолыңды көренді. Келісіңдер әнек. Ой, мінеке, ағасы киноға шақыратын болды. Ал енді мынау жаңағы ақша дегеннен шығады ау. Осы шетелдің жаңағы кино түсіретіндерді, киноға түсетіндерді бәрі жаңағы мынау шетінен бай. Ал енді мынау сендер осы кешке дейін ақша сұрап жүрасыңдар ғой өзі. Бұл қалай түсіндіресіңдер? Ол шетелдің жаңағы артистерінің, сценаристерінің, режиссерлардың бай болатын себебі, мәселен кей, мына Голливудты алайық. Оның 25%-ін түсіргенде өкімет тарапынан, өкімет қаржысынан түсіреді, қалған 75% пайыз дейміз ғой. Ол миллионерлер үлес қосып. Одан кейін 10 фильм түсірілсін деп мәселенке айтсақ, соның 5-еуі өзіне зақтайды да, қалған 5-еуін асырайды. Былтыр бізге бір теңге қаржы түскен жоқ. Сонда кино өзіңіз ақтай алмады ма? Ақтай алады ғой. Сол енді шетелге шығып сатылып жатыр біраз фильмдер. Дәржан Өмірбаевтың фильмі, Серік Апрымовтың фильмі, оның алдында баяғыда түсірілген Отырардың күйреуі деген Ардақ Әмірқұловтың фильмді шетелдерде талай сатылды. Бірақ сондай фильмдердің саны жетіспей жатыр да, 10 фильм болатын болса жылына, соның 5-еуін асырар еді. Біріне бір жалғастырып кетер еді. Соның бізге бөлінетін қаржы көп болса 2 фильмге, 3 фильмге жетіп жатыр. Соңында біз жаңағыдай алақанымыз жаямыз, бірақ біз алақан жайғанда мынау Россиядағыдай мынау жаңа байыған жаңа орыстар, олар кәдімгідей, сосын кейін өкімет тарапынан банктер бөледі, өкіметке қосылып, қаржыландырады. Сосын кейінгі бізген бір айырмашылық оларды кино туралы заң шығарып алған. Осыдан 4 жыл бұрын. Бізде әлі күнге дейін мәдениет кино жөнінде заң шығарылған жоқ. Біздің арманымыз осы парламентте қаралса деген ниет. Үмітсіз шайтан дегенді өкімет тарапынан биыл қаражат бөліп жатыр, аз болса да. Одан кейін келесі жылда қосылады деген хабар естіп, оғанда бәріміз қуанып жүрміз. Енді бірте
тәй басып, тәй-тәй елімізде басып. бәрі де келе жатыр ғой, тұрып кетіп, жүріп кетеміз ба деген. Енді сіздер мені айып етпесеңіздер, мен де базар жаққа баратын уақытым болды. Сол сіз келіп, үйден дәм татып кет қалқам бір келгеніңде. Баяғы жерде үйіміз. Анау, Иә, кіреберістегі оң жақтағы үй. Келіп, отбасына дәм татып кетіңіздер. Әбеке, сіз де қалмаңыз. Базар жаққа барып келейік. Жақсы. Есен болыңыз. Базар жаққа барсаң, анау жалғаспен келінге айтшы. Үйге келсін, мына үйге кісі келіп отыр. Аманшылық болсын. Жарайды, иә. Айта салам. Қобыланды фильм түсірейін деп жатыр екен. Басты рөлге мені шақырыпты. Қойшы, бармайым. Уа, Сәке, қалай жағдай? Қалай? Күн түсіп кетті, не болды? Сендер биылғы жылдың салығын төлеп бердіңдер? Біз ба? Иә. Төлегенбіз. Не, дұрысын айтсам, Айгүл төлегенбіз деген не болды? Бір пәле болды. Құжаттардың бәрін біреу ұрлап кетті. Жоғалтып алдым. Немене, ішіп педің бе? Ой, ішсем бір сәрі ішпей жемей арманда жоғалтып отырмын ғой. Мен енді соттайтын шығар. Қанша жылға? Сен өзің прокурорсың ғой. Қайдан білем, бір 3-4 жылға жіберетін шығар. Түкті емес, барасында келесің. Мына ауылда кейде мынау ішің пысқан кезде ойлайсың да, жұмыс жоқ білесің ғой. Соларға барып отырып келген дұрыс па дейсің да? Қайдағы жоқ нәрсені айтып едіңіз сен. Негізі ұзақ өмір сүру дегенде даулы мәселе. Ал арақ ішпе. Ал 110-ға кел. Ой, сонда болды, не өмір болды? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай, жақсымыз? Жақсы, өздері де іш барамыз ба? Келіңіз төрлетіңіз. Ауыл ел барамызсың ба? Аман есен, Құдайға Ой, шүкір. Аллаху акбар, аумин. Қалыңыз қалай еді? Бәрі жақсы. Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи. Аумин. Амантай аға, мынау жақында сізді 60-ға толып деп жатыр. Мынау 60 деген қалай екен? Мына кәріліктің иісі аңқымай ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи. Мен әр сөзімді мына 15 жылда болып қалды, Алланың бұйрығымен айтамын. Әр ықпалымды Алланың жолын сақтап. Мен өзім қазір 25-ке толып, нақ толып, 40-қа жетемей тұрған кезімде. Менің қуатым, ақыл-ой, парасат, білімім, жігерім, баяғы 25-тегі Амантай, қазір Амантай қажы болды ғой, 4 өлдеке бар. Соның 7 рет күшті. Қай жақтан болса да. Баяғы ата-бабаларымыздың 60-та, 70-те, 80-де, 90-да өздері біледі, тұқымдар қазақты жалғастыру үшін тоқалала дегенде бар рас екен, мен оны сезіп тұрмын. Сіз енді сол 60 жасқа келген адам сияқты емес, бір 59 жарым жасқа келген сияқты. Толтырып айтырсың 60-қа мені, иә. Мынау енді сіз сондай өзіңіздің жеңіл сезінуге не әсер етті дегенім ғой? Мен айналайын, менің бабаларым, мына қазақ, бірінші Алла, екінші аруақ дейді. Менің бабаларым зор қазақтың 300-ден. Менің өзі сүйегім. Менің сүйегім солардың жалғастары, ұрпақтарым деген қазақ жатқан. Менің бабам Тұрсын хан, Ұлы жүзден қатағаннан шыққан хан болған 4 ғасыр бұрын. Әжем менің Қабанбайдың шөбересі Ережеп әжем. Әулие батыр болған. Бүгін Шардара ел біледі. Қабанбай Ұлы жүзден. Әжем, айттым ғой Ережеп әжем. Анам орта жүзден Қоңырат руынан, Түркібай деген Қаракөсе руынан батыр болған. Туған немересі, Қызтымас. Түскөреттен әулие. 7 ұл туған, мен 7-ші ұлымын соның. Дұрыс қой, бәрі енді жаңа сіз өзіңіздің тарихыңызды айтып жатсыз, ата-бабаңызды айтып жатсыз. Мынау енді менің әйелім бар, балам бар, оны жақсы білесіз ғой. Иә. Мынау енді қазір мен сізге бір жасырын түрде айтайын. Қазір бір қыз қатынап жүр маған аға. Бір қыз қатынап жүр? Иә. Мынау енді 2 әйел алуға сіз қалай қарайсыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Альхамдулиллахи. Мен бұл нұрекіңе 90 жылы 20 қаңтар күні айтқам, сәрсенбі күні. Қазақ халқына көбейту керек. Ол бір производство салу емес. Біз ата-бабамыздың жолын сақтауымыз керек. Біз тоқал алуымыз керек. Сонда нұреке, сен маған тоқал алып бересің бе? Мен тоқал алып берем дейді. Нұрсұлтан Әбішұлына. Оны не істеуім керек? Сіз тыңдауыңыз керек деді. Қалай тыңдауыңыз керек? Аккуратно. Нұреке, мен тыңдауыңыз керек. Қуар Сұлтанов былай тұр, түрегеп тұр, біз екеуміз былай. Мен бір патшаның, Саудияның патшасымын, нұрекең жүгіріп
шығып алдынан жүгіріп қарсы алып төрлет қажамантай қалай жағдай көп болды көрмегенім деп мен жаңа өзіне бата жасап құдайым алла тағала қазағым қазақстаным иман жолмен мәңгі бақи жасай берсін. Саясатпен нұреке саясатшылар иманды мен байытып құрамайды, тек мына алла жолына жүруіміз керек дедім нұрекеңе. Нұрекең маған дұрыс айтасың деді, біз аруақ деп алла жол түсінбей сол үшін сіз бірінші түсіңіз дедім. Сол екі әйел алуға сіз қарсы емессіз ба? Жоқ, ол айналайын екі әйел болғанда оны үлкен бәйбішең бірінші әйелің рұқсат беру керек, оның шариғаттың жолы бар, оның жалпы алладан рұқсат бар, оның жолы сақтайды. Жаңа бірінші әйелің бала тумай қалса, ауру болса, екінші әйеліңе алу керек, о да тумай қалса, үшінші әйел аласың. Бұның бәрі ана тұқымдарды көбейту үшін. Тек қана сол тумай қалған кезде алу керек қой? Жоқ, айналайын енді ол енді. Бәрі туам десе жарысып қана, Құдай соға жеткізсін. Біз Қазақстанды мен өз басым қазақ халқын 50 миллион 60 миллион қашан болады деп, соған күніге дуа Құран оқып, бар уақыттарға сол жолды сақтап жүрмін. Бұйырса мен одан қашпаймын міне. Ойыңыз бар ғой енді. Жоқ, ойым емес, мен үмітім де бар. Ойым баяғыда болған, енді соған Құдай жалғасса деп дуа қылып отырмын. Жарайды, рахмет аға. Қазақ жігіті міне Олжасқа да айтқам. Олжеке, жетеді айналайын. Маргарет деген әйелі бар оның. Өте сыйлаймын Олжасты. Енді сен осы қазақты көбейту керек, өздеріңіздің жаңа таза тұқым қалдыру қазақты. Мақұл деп отыр Олжас. Бәрекелді. Басқалар да. Ал енді аға. Тек Амантайға сіз бастасаңыз болды деп отырмын көбіміз. Оны көреміз, маған бұйырса мен бастаймын енді. Біз де көреміз, сіз бастасаңыз аға. Енді әбеке мынау 60-қа толдыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Енді мынау біз ауыл боп, ағайын боп, сізді құттықтаймыз. Дұрыс, мен ана Ақылбай енді құрдас екен, осы ауылға баяғыда келгенде бір жақсылап қарсы беріп, соған бір шапан әкелген байнен. Бәрекелді. Жол жүрек сен баласы екенсің өзі. Баласымын. Мен Жалғас деген баласымын. Ол кісі көрші ауылға қыдырып кетіп еді. Ой, сәлем айт, айналайын. Көп жасасын. Сол кісі жаңағы сіз келген кезде бір жаңағы малдың басын тартып, шапанын жап деп еді. Сол мінекей мынау сізбен көшеде кездесіп қалған біздің қайсыз болды енді. Айгүл жаңағы шапанды алып кеш. Мен де асықыс едім. Асықпаңыз, қазір мынау енді шапанымыз жауып сізге сыйымыз тартайық. Мынау енді тон жол болмайды, орамал тон болмайды, жол болады деп мынау шатасып жатырмыз ата, келіңіз. Аллаху акбар. Бисмилля деп. Мынау біздің ауылдан ағайын туысқанның атынан. Ой, Аллаху акбар, көп жасаңдар айналайын. Бәрекелді. Бақытты болыңыз. Өздерің де аман болыңдар. Жүрген жерде жолыңыз болсын ата. Сау болыңыз. Сәлемет болыңыздар. Бір дуа қылып мында. Бәрекелді, келіңіз. Айгүл отыра қал. Атамыз. Qale Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Amin. Oğdayım Allah Teala. Осы қазағым, Қазақстаным. Бүгін таза азамзат. Барлық бәледен, қауіптен, қатерден, жаман аурудан, шайтаннан, арақтан сақтап, елімізде жерімізде тыныштық болып, осы қазағым, Қазақстаным, осы ауыл иман жолмен мәңгі бақи жасай беріп, өмірлері ұзақ болып Алла Тағала. Аттармен бірге зор болып, аумин. Аумин. Жиеніммен бірге базар ашсам ба деп жүрмін. Енді танымал болып тұрған кезде пайдаланып қалайық та? Дұрыс балам, біздікі сол әшейін сұрап біліп ғой. Сұрағаныңыз жөн. Ой, сәлеметсіздер ма, амансыздар ма? Қалыңыз қалай аға? Жалғас қайда келмеді ма? Келіп қалды Базар жақта жүр ата, қазір келіп те қалады. Балаларменен сөйлесіп қалып қойды. Мына кісі режиссер ғой Аллай. Атау мен деген бұл кісіні жер көктен іздеп жүрсем, сіз неңізде отыр ғой. Бұл кісі режиссер кісі ғой, дүниежүзінде танымал. Режиссер көрмегенсіз ау дейді. Есің шығып кетті ғой түге отырса ішкен. Жоқ енді есім шықпағанда қайтем, бұл кісіні дүниежүзі таниды ғой. Дүниежүзі бұл деген кісі Сатыбалды Нарымбетов кинолар сондай айтты. Кинолардың бәрін 2 реттен 3 реттен көріп шықтым ғой бұл кісі. Ой, рахмет. Көркеніңіз. Киноға түскім келеді аға. Қандай киноға түскім келеді? Махаббат туралы кино бар ма, мен түскім келеді. Біздің жігіттер қазір деп осы бірнеше жігіт. Оларда конкурсқа түскенде ойы бар да, Томирис ханым, Тұмар ханым туралы. Тұмар ханымға барып бағын сынап көрмесің одан да. Ой, ондай ол менің арманым орындалды деген сөз ғой ол. Жеңетініңе өзің сенімің бар ма? Жоқ, сенім бар. Сенім бар. Өзектігі жарасып бар өзіне. Ал ақсақал енді мен ана жақтағы біздің жігіттер күтіп қалды. Сол сәлеміңізді алып шықсам ба деген ой рахмет айналайын. Құдай қаласа осы жазда осы жерде осы маңайда кино түсірсек
талай үйіңізге келеміз. Hep Әлі талай işimiz var, жақсы. Oluk bolsan kışık bol deydi rahmet aynalayın. Дастархандарыңыз үлкен рахмет. Kino uybay. Kinoga түсетін адам керек болса, осы ауылда менің балаларым да бар. Мінеки келіндерді айтып жатыр. Келіндеріңіз өзі көздері алақандай әдемі екен. Анау атпен шабатын жерлерінде. Мазаңызды алғаныма кешіріңіз Сәке. Неге? Енді мына кинодан шаршаған кезде үйге келіп шай ішіп тұрыңыздар. Жаңа ақсақал айтып қалды, күйеуіңіз қызғаншақтау Ой, қорықпаңыз одан, қорықпаңыз. Ал жарайды онда жақсы. Жарайды айналайын, жолың болсын. Құдай қаласа. Құдай қарай шығарып салайын. Жақсы. Мына. Айгүл, Айгүл. Ұят болмасын десек, ұят болмасын бағдарламасын осымен аяқтайық. Аман сау болыңыздар. Не болды сендерге? Түсінбедім. Сендер еркектер оңышмендер, оңбайсыңдар сендер. Түсінбейсіңдер бізді. Не болсын деп сұрайды.